Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге қара өрік пен жүзім қосылған ассорти компотының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Қайнап тұрған шайнекке осылай банкамызды стерилизовать етіп аламыз. Крышкамызды да қайнатып стерилизовать етеміз. Суымызды құйып қайната береміз. Барлық жемістерімізді тазалап жуып аламыз. Қара өрігімізді осылай тесіп аламыз. Енді стерилизовать етілген банкамызға жуылып тазаланған жемістерімізді бірінен соң бірін саламыз. Қайнап тұрған суымызды жемістеріміз салынған банкаларға құйып шығамыз. Бұл банкаларды 15 минут осылай ұстап тұрамыз. Содан соң қайтадан суын төгіп, газге қойып, суды қайнатамыз. 3 литрлік банкаға осындай 3 бокал қант саламыз. Суымыз қайнады. Енді қайнаған суымызды қант салынған банкамызға қайтадан құйып, банкамызды жауып шығамыз. Банкамызды қанты ерігенше видеода көрсетілгендей домалатамыз. Содан соң жылы күйінде орап қоямыз, толық суығанша. Ол шамамен 1 күн. Менің банкаларым 1 күн тұрды, толықтай суыды, қысқа дайын. Енді қыста кез келген уақытта ашып іше берулеріңізге болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мөлдір.